Туған жер қандай көркем, мөлдіреген желегі. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге әлемдегі және де Қазақстандағы ең керемет жерлердің бірі Жасыбай көлі аумағын түсіретін боламыз. Және де бұндай тамаша табиғатты көргіңіз келсе бізбен болыңыз. Арнамызға тіркеліп, қолдау білдіріп, пайдалы дүниелерді таратуды ұмытпаңыз. Туған жер қандай көркем, мөлдіреген желегі. Желмен ойнап желбіреген, аралап күндіз түні жүрсем дағы тыншымай, ет жүрегім ел жүрегі. Тыншымай ет жүрегім ел жүрегі. Ыстық ай бүлдіргенді өзендерің саянда. Жаратқан қандай шебер десеңізші, мынандай тастардың үстінен, осындай қатты қалың тастардың арасынан мынандай керемет шыршаларды өздігінен шығарып жатыр. Бұны біреу екпейді, бұл өзінің табиғаттың жаратылысынан солай шығып жатыр. Ал енді біз қарапайым адамдар мына жер бетіндегі тегіс жердің өзіне, топырақтың өзіне талдарды әрең егіп, оларды шығару жолында қаншама еңбек төгеміз. Ал енді мынандай жаратқанның жаратылысын көріп, қалайша тамсанып, таңданып, оған шүкіршілік етпеуге болады. Сайрап өскен өрендерім мен едім соның бірі, қарыздарман әлі де аз сіңір. Жасыбайда қонақ үйлер қанша мыңнан басталады дейтін болсаңыздар, қонақ үйлер 3,5 мыңнан бастайды, 3,5-4 мыңнан адам басына. Және де қонақ үйдің жағдай жайлылығына байланысты, адамның сыйымдылығына байланысты оның бағасы өзгереді. Және де бір айтарымыз, мұнда келетін болсаңыздар, тамақты қолдан істегендеріңіз абзал, егер қаржыларыңыз эконом класста болатын болса. Кафе-ресторандағы бағаларды мәз емес, сондықтан да сіздерге өздеріңіз пісіріп, өздеріңізбен бірге тамақ алып келуді ұсынар едім.